Ресми дерек бойынша Мәскеу оқу жаттығудан өту үшін Беларуське 9 мыңдай әскери мен ондаған техника жіберген. Болжам бойынша олар Украинаға қаңтарда шабуыл жасауы мүмкін. Алайда Украинаның бас қолбасшысы Валерий Залужный Ресей бұл мақсатқа 200 мыңдай сарбазын дайындап жатыр деп мәлімдеді. Батыс елдері Ресей басшысы Беларусь президентін соғысқа қатысуға мәжбүрлеуі мүмкін деп алаңдайды. Алайда әскери серіктестікті талқылау үшін Минскіге барған Владимир Путиннің сөзінше, Ресей ешқандай мемлекетті, оның ішінде Беларусьті жұтып қоюға тырыспайды. У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать. Это просто нет целесообразности в этом. Мы идем навстречу Российской Федерации в самую трудную минуту. Ну, вы знаете, мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. Вот и все. А если кто-то думает нас сегодня разорвать, вбить в клин, не получится. Бұл достыққа батыс елдері күмәнмен қарап отыр. Сондықтан Минск соғыста Мәскеуге қосымша көмек беретін болса, ақш оған жаңа санкциялар саламыз деп сес көрсетті. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриштің айтуынша, Украина жақын арада бейбіт келісім жүргізу екі талай. Себебі Ресей Украина жерлерін атқылауды тоқтатпады. Өткен күні олар Херсонды 42 рет атқылап, кемінде 2 бейбіт тұрғын мерт болған. Бахмут, Донецк маңында кескілескен шайқастар жалғасып жатыр. Десе де Гутерриш мырза 2023 жылы соғысты тоқтатуға мүмкіндік болады деп сенім білдірді.